Былай. Өлеңнен кейін орамал тастамақ болды. Бұл елдің әйелге бар көрсететін бір артық сыйы. Жігіт орамал тастаса, қыз үн-түн жоқ барып сүйер еді. Қыз тастаса, жігіт 3 ауыз өлең айтып сүйер еді. Орамал тастамақтан өлең білмейтін топастардың мысы шықты. Айтайын десе, әрі жұртқа естіртерлік даусы, өлеңі жоқ, әрі қыз сүйе алмау намысы. Өте-мөте жамбастап жатып, қызға қалжыңдаған мырзаларды Құдай ұрды. Кейбірі Қаратаудың басын, енді бірі Ариядай дегенде Ариядай, ақ серкенің мүйізі Қарағайдайды айтып, тағы бірі жаңылып тұрып қап, жұртқа күлкі болды. Төменгі жақта отырған жағымпаздар сода болар деп жуып шайды. Бір реті келгенде Күнекей орамалын Байманға тастады. Байман қақ ортада ойын басқарып жүріп, орамалдың кімнен екенін білмей, Бүгім дегенде Күнекей қызараңдап, қасындағы құданың артына бұғып кетті. Күнекей екенін білген соң Байман домбыраны қолына алып, дүние бір қисық жол бұраңдаған. Бақтайса, ерге дәулет құралмаған, меңзеген асқар тауға есіл көңілім, дүниеде еш нәрсеге тыналмаған деп, өзінің бақсыз, дәулетсіз, бірақ көңілі көп жерде екенін аңғартқандай болды. Өзі шығармаса да өзіне лайықтап жаттап алған өлеңі ме, кім білсін, содан кейін көзін Күнекейден алмай отырып. Бір түлкі шұбарланған қашаршыңнан, көңілім әлде қалай жауабыңнан. Жібек пен түрлі перен белім буған, қазақта бала бар ма сендей туған. Бұлтпен аспандағы бетін жуған, сықылды ақ балапан тұйғын қуған. Құдайға сонда риза болар едім, баланы бір көрсетсе сенен туған деп келіп, Күнекейдің бетіне таянды. Бұл өлең әркімдерге айтылатын өлең болса да, жібекпен өмірі белім болмаса да, Күнекей өзіне арнап шығарылған өлеңдей көріп, әрі насаттанып, әрі өзіне көпсініп, әрі тұйғын қуған ақ балапандай сасқалақтап, ұялып, Байманның қолы тигенде денесі шімірігіп, қытықтанып, қараңғы жерге қарай тығыла берді. Жұрт мақтап жүрген балуан, ер, өлеңші, өнерлі, топбасы Байманға не бетінен, не тамағынан, не аузынан, не тілінен сүйгізерін білмей, қай жерінен сүйсе де аяғандай емес, буыны босап кетті. Байманның отты лебі бетін жыбыршытып таяна бергенде, жалт қараймын деп аузына дәл келіп қалды. Қараңғы жерде ернін емізе түсіп, қайырыла бергенде, өзі де құшырлана шөп еткізді. Міне, бізге ұқсап сүйсеңдерші деп Байман басын көтерді. Тегін сүйсемесін сезді. Бір күрсініп қойды. Мана соңқылдатып ән салғанда даусында бір соны күш, бір түрлі нақысты ырғақ, бір қитұрқы барлығына сүйсіне, уа пәлі деп бір айғайлап көтеріп тастап еді. Енді еті тығыршықтай жұп-жұмыр денесіне қолы тиіп, дөңгелектеу жанарлы қара көзімен көзі айқасып, отты, тәтті ернін татқан соң, сарт айтқандай, мұнысында бір гәп бар екенін деп түйді де қойды. Ойын созыла берді. Хан қалай белбеу соқ, тақия жүгіртпек, сақина тықпақ, мыршым, ондай қылма, мұндай қыл, ләпи молда қалдырма қақи, балтам тап сияқты сүйісетін, белбеумен ұрсатын, жұдырық жұмысы аралас ойындарды атақтаған кезде жігіттер түрегелісіп, құрғыр қалмақ ойыны сияқты жақтан ұратын, күш сынасатын ойындарды да істеді. Шалқасынан сіресіп жатқан жігітті аяғынан көтеріп тұрғызуға, екі аяғын айқастыра ұстап, бүкшиген жігітті бір қолтығына қысып, иығынан асыруға белбеуден ұстасып, бірін-бірі басын төмен салбыратып, шалқая бергенде, дөңгелекше айналдыруға келгенде, Байманға теңгелер жігіт болған жоқ. Жігіттер ойыннан жалғып, Жұмабек құданың әнін тыңдауға, көбі қасындағы қыздармен шүңкілдесуге кіріскен кезде, Күнекейден жарымады ма, кім білсін, сол жағындағы құда тұрып тысқа шығып кетті. Мен де бір дамыл алайыншы деп, ашық орынға Байман барып жантайды. Күнекей қымтырылып орын берді. Оң қарап қылымсып, мойнын тұқырта, көзін қырындата, құбылта қайта-қайта, әдеген майда даусын созып, жоқтан өзгеге күліп сөйлесе бастады. Мен байқамай жүр екем ғой дегенде, Күнекей шұғылдан қоюлана біткен қою қара қасының қақ жылғасын өбістіре көтере қойып, кімді? Деп көзін төңкере қарады. Сені. Оны неліктен айттыңыз? Жақын адам екенбіз ғой? Сома,
дегенде жаратпаған адамша тұмсығын көтерді. Онысы тұяқты күйеуім деуге қорланған еді. Байман тұяқтармен ағайын ғой. Осы ауылда бір қойшының қызы тұяқтың қалыңдығы бар деп естігені болмаса, қойшының қызы деген соң қайбір тәуір қыз дейсің деп оны елеп сұрағанда емес еді. Және Байман бұл ауылмен биыл үйір боп топтан, ойын-сауықтан, дүрмектен, қымыздан қолы босанбай, көбінесе мырзалармен ат үстінде жүрген жігіт қой. Құда күйеулер үйінде қыздардың арасында жаңа өспірім қайқы төстеу қара торы қызға көзі түсетін. Бірақ тым жас қой деп көз тоқтатпайтын. Сол қайқы төс қара торы қыз өзінің жақын жеңгесі екенін манағы сүйістен соң біліп, қасына келгенде бастаған әңгімесі сол еді. Күнекейдің сома деп жаратпағанын Байман байқаған да елеген де жоқ. Уа, тұяқ біздің ағамыз болады деді. Ағаңыз келіскен екен деп Күнекей ернін шығарды. Байман қарқылдап күлді. Тұяқтың сыры өзіне мәлім ғой. Жұрт «О немене Байман?» деп қарай қалды. Әшейін бір сөз деп Байман аңғырт күлкісін тоқтатып қайта әңгімеге кірісті. Өлгенше күлдіңіз, тек ағаңыздың бір ақауы бар ғой дегенде Байман «Жоқ ойбай, түгі де жоқ, ол қол іскер жігіт» деп жұбатпақ болды. Содан кейін Байман «Жеңешем екенсің ғой, ойбай жеңеше даймай» деп Күнекейдің қолын екі алақанының арасына салып аялдап отырды. Бір сөздің кезегінде Байман «Жеңгейдің бір бұты адал» деп келе жатқанда Күнекей ернін тістеп қолын қысып қалды. Байман тым ожар кеткенін сезіп аузын жұма қойды. Әлі бет ашылмаған нәуетек Күнекейге добалдай Байманның жеңгей дегені әрі ерсі, әрі қызық, әрі жаңа, жат көрініп, Күнекей бой жетіп қалғандығына көзі жеткендей дартиып қалды. Байманмен әзілдесу, күлісу, еркелей қылымсу жанына жағымды тиді. Күнекей Байманды әнеугіден бері білетінін, құда аударғанда, күресте, көкпарда оның бас бәйге алғанын, жұрттың оны мақтап жүргенін анда-сонда үзіп-үзіп, алқынып, аз сөзбен еріксіз айтып қап отырды. Күнекей сөйлегенде Байман «Солай ма? Мен білсемші, жеңгетайым сырттан бәрін байқап жүр екенсің ғой» деп Күнекейдің қолын бауырына тартып жүрегіне басып сипап қояды. Әнеугіден бері жеңешеңізге бір келіп амандасуға жарамай, ағаңыздың қадірі барлығы ғой. Кісі көргендей үйіміз де күйіміз де жоқ, сонда да деп Байманды бір састырды. Құдай ақыны, бұл ауылда деген есімде жоқ деп Байман қалбалақтай берді. Манағыдай емес, байқап сөйлемесе әр жерден ақ шалдыратынын сезді. Байман басымен өзінен ұтылып, кішірейгені, қалбалақтап көзін жыпылықтатып жалынған іспетті болғаны Күнекейге одан бетер қызық, ермек сияқты көрінді. Жұрт әлдеқандай қол жетпес қып көтеріп жүргені болмаса, Байман бала мінезді, аңқаулау, ақ көңіл салдыраған жігіт екен. Сол мінезіне елігіп, ерленіп, желденіп, Күнекей де не сөйлеп, не қойып отырғанын білмеді. Оған сенгендігі сонша барлық сырын айтып салудан да тайынатын емес еді. Дәл бір құда болатын кісіше, оның ауылына баруға асыққан кісіше, Байманның неше ағайынды екенін, әке-шешесін, малын да сұрады. Байман кедей кемпір шалдың жалғыз баласы екен. Әкесі Құдай деген бірадар адам екен. Байман қалтқысыз аңқылдап сұрағанын айта берді. Күнекей бірталай қипақтап сөз аралатқан болып отырып, Байманның қатыны бар жоғында сұрады. Байман балаша ыржиып бетіне жымия қарап басын шайқап «Жоқ» деді. Байманның өтірік айтады дерлік түрі жоқ. Қасы көзі, аузы бәрі татаусыз сайрап шын айтып тұрған тәрізді. Жоқ дегенде Күнекейдің көңілі бірдеме дегендей албырт кеудесінен лебін бір шығарып қойды. Таң таяу болса керек. Сол әңгімемен жатқанда қатындар қайтамыз деп қозғала бастады. Өзге қыздарға қыбыр-жу кірген соң Күнекей де қолын Байман қолынан суырып тұруға оқтанып еді, Байман қолынан тартып отырғызды. Қыздар ереуілдеп түрегеліп, шам тасаланып, қараңғы болған кезде Байман мойнынан құшақтап, өзіне тартып аузынан бір сүйді. Күнекей тілінен сүйгізіп, тұра беріп еңкейіп бетінен бір шөп бетті де жарықтағы қыздарға қосылды. Байман есеңгіреп кеткендей әнтек сулық жатты да дереу ұшып түрегеліп, «Ей, немене қайтпайсыңдар?» деп ақырды. Жігіттерді шақырып есікті бастырып қатындарды қамап алды. Қатындар шығамыз деп омыраулады. Оларға құдалар қосылды. Ауыл жігіттері шығармаймыз, жол аламыз деп бірін-бірі итермелесіп опыр-топыр тартыс басталды.
Байман ауыл жігіттеріне даурығып жүрсе, бірсыпырасы қатындарға қосылып, түсін суытып жіберу керек дегенді айтты. Байман онысына түсінбеді. Оны айтушылар, мана қыз бозбалаларды аралатпа отырғызғанда, көңіліндегі қызы қасынан табылмағандар. Бай балаларының ішіндегі бір-біріне күндестер, Байманды бұралқы көрушілер, оның ауызға ілініп, бай балаларына жаққанын көре алмаушылар, өздерін маңына дартпай жүрген Күнікейді меңгеріп әкеткенін қызғанушылар немесе құдалардан өздері жол алып, пайда күнем, өнерсіз күншілдер, тоғышарлар еді. Байман арсалаңдап жүріп, ондай сасық ойларын сезбеді. Сендерге не болған? Ауыл намысымызды жібергеніміз бе? Жолды келістіріп алайық та деп те көрді. Ол сөз құлағына кірмей, әлгілер өзді-өзі күбірлесіп, біреулері Майлыбай сен барсайшы, сөйлессейші, құдалардың беретін не екен деп өз араларынан біреуді жұмсады. Майлыбай барып сөйлесіп бітістіктеп келді. Ал енді қайтесіңдер деп, қатындар өздері жеңгендей масайрап, кимелеп шәмшиді ортаға ала есікке лап берді. Бітіссеңдер болғаны деп Байман тұрып қалды. Майлыбай қалтасын қамти ұстап, жаудан түсіріп алғандай одыраңдап, өңшең Байманға қарсыларды соңынан шұбыртып, қызыл көрген құзғындай анталатып, олжаны бөліске салуға үй артына жөнелді. Вай, біз де бір атаның ұлы едік қой деп, Байман да омыраулап барса да, Майлыбайдың уысындағы күміске өзді-өзі таласып, қырылысып, төбелесіп, өліп қала жаздағанын көрген соң, аяғында арашашы боп, олжаны ұмытып, жігіттерді боқтап жөніне кетті. Қатындар қалыңдықты ортаға алып, оң жаққа шымылдық құрар, қол ұстатар, шаш сипар, төсек салар, етік шешер, ірге тебер, көрпе қимылдатар, кәделерін, жол менікі, сенің жолың анау, жолы біткен десіп, керілдесіп, керісіп, таласа тармаса бір жапырақтан жымылдап алысуға, оның артын ала, жаздай өсекке, пышпыққа, араздыққа айналдыруға байдың үйіне қарай ентелесті. Біз де осындай боламыз ғой, шәмшидікі қандай болар екен, деп таңырқаған қыздар сол дырдудың ішінде бара жатты. Олармен бірге Күнекей де кетті. Дүрмекпен келе жатқаны болмаса, Күнекейдің қиялы сағымдай бұлдырап, сол сағымның ішінен біресе екі тірсегі ботаныкі дей майысқан, басы бір бөлек, кеудесі бір бөлек кейқуат тұяқ елестеді. Біресе екі иығына екі кісі мінгендей, көз алақандай, шүйдесі тоқпақтай Байман елестеді. Елес кейде алыстағы мұнарланған жалғыз ағаштай елбеңдеп, үзіліп созылып, кейде самауырда көлденеңнен көрінген бетте екі езуі жырта қарыс, басы сиырдың жапасындай боп көрінді.